Саламатсыңдар ма? Бастайық. Нұсқа талдау, жап-жаңа нұсқа, өмірі көрмеген, кеттік. Ең алғашқы сұрақ, ведомстволық мемлекеттік болып бөлінетін компьютерлік желінің түрі. Қандай желілер бөлінуші еді? То есть, ведомстволық мемлекеттік болып қай критерий бойынша? Аумақтық таралу ма? Аумақтық таралу бойынша ол жергілікті, аймақтық ауқымды болып бөлінетін. Иә. Тасымалдау жылдамдығына қарай. Тасымалдау жылдамдығына қарай ол төмен, орта, Жоқ, жоғарғы, өте тиістілігіне жоғары. қарай. Тиістілігіне қарай ол мемлекеттік және ведомстволық болып бөлінетін еді. Ведомстволық деген қандай еді, кім айтады? Несін ұмытып тұрмын, анықтамасын. Бір мекен-жайға тиесілі ма? Почти, иә, бір мекемеге тиесілі компьютерлік желілерді біз ведомстволық дейтінбіз, ал мемлекеттік деп ше? Мемлекеттік деп сол мемлекеттік атамайтын бет. Иә, в целом дұрыс. Мемлекеттік органдарға тиесілі компьютерлік желілерді мемлекеттік деп атайды. Жақсы. Жеңдік па? Кеттік ары қарай. Ақпараттық кодтау кезінде 256-ға тең символ қолданылатын кесте. Қай кесте? Білеміз ба? Unicode. Unicode. Unicode ға. Unicode? Жоқ, Unicode-та 256 емес, Unicode-та бізде 16.000 символ, 16.000-нан аса символ бар. Енді точно ASCII емес, ол ASCII дейтін Ақпарат өлшеу ағай, ақпарат екінші өлшеу. вариант емес па? Неге ASCII емес? ASCII-дің екі бөлігі бар. Стандартты бөлігі 0-ден 127-ге дейін. Кеңейтілген бөлігі 128-ден 255-ге дейін. Осында екі бөліктен тұрады. Екеуін қосқан кезде бізде 256 символ бар. Ол ASCII, иә. Және бұда бір символдың ақпараттық көлемін айта аламыз ба? Жоқ. Бір символдың ақпараттық көлемі. Қараңдар, сонда n тең 256 болса, сонда i неге тең? Ұмытып қалғансың. Айдың екінші дәрежесі ма? Екінің ай дәрежесі. 256-ның 2 дәрежесі ма? 7-ге тең. 256-ның 2. Ой, 8. 8, иә, логика дұрыс. 8-ге тең. 8 қандай өлшем бірлігі? Бит. Дұрыс, бит. Жақсы, жеңдік па? Жеңдік. Керемет қой. Так, көлемі 15 килобайт болатын файлды 5 секундта желі бойынша тасымалдау үшін желінің өткізу қабілеті. Қандай? Айтады. Ойбай, қалай табамыз? Формуланы кім айтады? Формула қандай еді? Формула қандай еді? Формула U көбейт бөлінген Т мет, Q бөлінген Т ғой. Иә, Q бөлінген 600 килобит секунд V болады. тең Q көбейтілген Т. Бізде бұл жердегі V дегеніміз ақпараттың көлемі. Ақпарат көлемі. Q деген не? Уақыт. Жоқ, желінің жылдамдығы ма? Иә, өткізу қабілеті немесе жылдамдығы. 6 деген Уақыт. 5 уақыт. секунд. Так, демек, бізде 15 килобайт деген қандай әріппен белгіленеді ол? Вимен ба? V тең 15 килобайт. Көбейтілген 5. 5 секунд деген Т, иә? Мгм. Тең 5-ке. Және де бізде неқта байқасаңдар барлығы килобитпен белгіленген. Оны килобитке қалай айналдырамыз? Килобайт. 8-ге көбейтеміз, а? Иә, дұрыс, 8-ге көбейтеміз. Тең неше шығады? Так. 150, 130 ба? 120. Нақтырақ бола ма? Нақтырақ калькулятормен. 120 бола ма екен? 180 ба қазір? 120. болады. 20 өлшем бірлік? Бит. Килобит. Біз қазір V-ны айналдырып алдық. Килобайт, Енді килобит. бізге табу керек Q-ді. Q неге тең? Q тең 120-ға. Мына формуладан шығады. 20-ға. V бөлінген Т-ға Бұны тең. бөлеміз Т-ға.
Да? 24. 25. 24. Ой, Өлшем бірлігі? 24. Бит. Килобит. Кбит. Бөлінген секундқа. Яғни секундына 24 килобит желінің өткізгіштік қабілеті екен. Мына формуланы жаттап алайық, және де мынау соның түрленуі арқылы шығады. Сұрақ бар ма? Жоқ. Қалай шыққан түсіндік па? Ай соны тыны тапқан кезде Аны тыны тапқымыз келсе, мына формуланы түрлендіру арқылы шығады ғой. Сұрақ бар ма басқа? Жоқ. Бұл жеңдік қой. Логикалық сызба бойынша логикалық өрнекті көрсетіңіз дейді. Точно білетін шығармыз. Я, мынау қандай сызба, қандай схема, қай оператор? Дизъюнкция. Мынау, Конъюнкция. мынау. дезинфекция. Инверсия болды, онда тауып көрейік. Сменада қандай амал қолданып тұр сменаның аты? Қосу. Қосу амалы қолданып тұр. Так, одан кейін Б мен Так, содан шыққан конъюнкцияда нәтиже. көбейту. Ол осыдан шыққан нәтижеге көбейтіліп тұр, иә? Иә, инверсия терістеу. Негізі бұл жерде дұрыс болу үшін, мынадан шыққан нәтижеге көбейтілу үшін негізі андай жақша болу керек. Сосын барып бәрін жақша қалу керек та, и терістеу керек. Негізі осылай дұрыс болады, бірақ мына жерде өйтіп жасамапты. Себебі егер мынау жақшаны қоймайтын болсақ, бізде бірінші көбейту орындалып кетпей ма? Иә, көбейту орындалып кетеді Сол бірінші. себептен негізінен ешқайсысы дұрыс емес, бірақ шамамен дұрысы қайсысы сонда? С. С келіп тұр ма? Терістелген С мен А-ның қосындысы, одан кейін А мен В-ның көбейтіндісі сыртында терістелген. жақсы. Мына жерде негізі А мен Б-ның көбейтіндісі бірінші орындалады, сол себептен де мына жақша негізі болуы керек. Официальный нұсқаларда ондай қате жіберілмейді деп ойлаймын, бірақ біз білейік, что егер барлық амал қатар тұрса, бірінші инверсия, одан кейін конъюнкция, одан кейін дизъюнкция орындалады, одан кейін бар импликация, эквиваленттілік. Сұрақ бар ма осы тапсырма бойынша? Жоқ. Кеттік бар қарай. Аға, эквиваленттік деген андай, бірде бір болып қалса, мысалы 0 мен 0 болып қалса 0 шығады, 1 мен 1 болып жоқ, қалса олай 1 емес. Екеуі бірдей тең болса 1 шығады, ақиқат болады. 0 мен 0 болса ақиқат, 1 мен 1 болса ақиқат. Ары қарай кеттік па? Кеттік. Тоқтап қалатырмын ба? Так, Python программалау тілінде бүтін сан үшін қолданылатын функция. Input. Input Input. енгізу. Енгізу. Int бар. Енгізу. Int Street. деген integer сөзінен шығады. Я, бүтін сан. Integer. str деген бізде string. Ол не мағына? Жолдық мән. Жол, яғни мәтін. Float қандай деректер типі, яғни бұл да функция, бұл сондай деректер типін айналдырады. Бөлшек. Немесе жылжымалы нүктелі, немесе нақты сан. Integer. Integer болды, жеңдік. Барлығын таптық. Ақиқатқа жеттік. Микрофон өшіріп отырайық, сөйлеп болғаннан кейін. Өте қатты жаңғырып жатыр. Электрондық кестеде жолдар мен бағандардың қиылысы не деп аталады? Кесте. Қой. Редактор. Яшық. Бәрін айтып шығамыз ба не? Яшық. Жоқ, яшық деген ол андай пустой нәрсе ғой. Яшық. Дұрыс қой, қарасай мына. Мынау деген қалай аталады қазір? Әріптермен белгіленген бізде не ол? Әріптермен не белгіленген? Ай, бізде қиылысын сұрап тұр емес пе? Бағандар. Мынау баған. Әріппен баған белгіленеді, иә? Сандармен жол белгіленеді. Ал осы екеуінің қиылысында мына жерде орналасқан түсіндім бұл. Яшық. Енді түсіндік па? Иә, қиылысы дегенге вообще басқаша ойлап тұрмын. Міне баған мен жолдың қиылысында бізде яшық орналасады. Жеңдік. Алақай. Так, келесі код экранға нені басып шығарады дейді. Так, егер дейді.
5 10'dan үлкен болса дейді. 5 10'dan үлкен ба? Жоқ. Демек бұл шарт жалған. Жоқ. Демек мынау команда оған тиесілі, орындалмайды. Так, өтірік, айдын өтірік айта салу жоқ. Так, элиф, мынау нені білдіреді? Леп белгісі тең деген. 8 факториал. Жоқ. Леп белгісі тең. Бұл Жоқ, бөліп жоқ. қарастырылады. Тең емес, тең емес, ай, тең емес, тең Тең емес. емес, дұрыс айтасыңдар. Тең емес деген сөз. 8 тең емес 9-ға дейді. Ақиқат па? Ақиқат. Ақиқат Иә, 8 иә, 9-ға тең емес қой. Сол себептен де оның ішінде орналасқан команда орындалады. Print class бізге не береді? Не береді мына команда? Print экранға Ақиқат. шығару. Жоқ, print экранға шығару. Glass деген мәтін, яғни glass мәтінін экранға шығарады, иә? Сол себептен де glass дұрыс. Түсіндік пе? Print glass десек экранға glass сөзі шығады. Астындағы не ағай? Print cream дейтін. Бұл else-та тұр. Так, бізде if, elif, else-тан тұрады шарт. Elif бірнеше мәрте жазылуы мүмкін. Шарттар жоғарыдан бастап тексеріледі. Біріншісі ақиқат болмаса келесісі, ол ақиқат болмаса келесісі, солай тексеріле береді. Егер ешқандай шарт ақиқат болмайтын болса, else-та шарт жоқ, байқандыр ма? Else егер мына екеуі орындалмаса, орындалады. То есть жоғарыда elifтар көп болса, оның ешқайсысы ақиқат болмаса, бізде else орындалатын еді. Жақсы түсінікті. Жеңдік па? Жеңдік, алақай кеттік. Веб-бетте объектінің фондық түсін орнатуға болатын жалпы команданы көрсетіңіз. Фондық түс. BG color. Дұрыс, BG деген background сөзінен қысқартылған, фон деген сөз, color деген түс деген сөз. Міне, BG фон, Логично екен. color түс. Жеңдік қой. Фондық екен, анау, иә? Бәрі қарай. Программа орындау нәтижесіндегі мән дейді, мәс саған. Не шықпақ сонда? Қалай А болмай ма ағай? Д. не үшінді болады? Не қалай ол үлкен А кішірейіп кетеді? Себебі ана Б мен А кішкентай әріппен белгілеп А, емес пе? Звездочкада, принттің қасында. А болады. Себебі мынау бізде мәтін. Осы мәтінді 5 рет көбейтсек, ол 5 рет шығады. А принт кішкентай әріппен Б, А деген не мағына? Бұл айнымалы. Б деген мынау айнымалы, 5 деген сөз, А деген текстке тең. Жай ғана айнымалы. Болды, түсіндім. Біз мәтін мен санды көбейте аламыз. Біз мәтін мен санды только қоса алмаймыз. Қосатын болсақ ошибка шығады, ал көбейту кезінде ол бірнеше рет экранға шығады. Себебі ол мәтін. Және тағы да мынандай вариант бар. Егер А мәтінді қоссақ, тағы да бір 5 деген мәтінге, онда не аламыз? Мәтіндер қосу кезінде конкатенация орындалады да А5 болады сол кезде. 5. Бірінші А тұр ғой себебі А5 болады. Керісінше жазсақ 5А болады. Ал егер Мәтін мен сан қосылмайды дедіңіз ғой сіз? Ал мәтін мен сан деген ол міне сан тырнақшасыз жазылатын болса ғана ол сан. Тырнақшамен ол да мәтін болып саналады. Вот осы кезде қате шығады. Себебі міне мәселе тырнақшада. Тырнақша берілген жағдайда бізде кез келген элемент, ол сан болсын, әріп болсын, айнымалының өзін тырнақшамен жазсақ, ол бізге мәтінді береді. Мысалы, мына жағдайда осы екі айнымалы енгізілді делік. Сөйтіп біз print мысалға B-ны тырнақшаға алсақ, не береді ол бізге? А-ның өзін бермеймін, 5-тің өзін бермеймін ағай. Жоқ, тырнақшаға алсақ B-ны береді ол. Ал егер print B деп тырнақшасы жазатын болсақ, қана ол 5-ті береді. Тырнақша бізде мәтінге айналдырады. Түсіндік пе? Түсіндік ағай. Өте жақсы. Жеңдік па? Кеттік алдыға жылжайық. Вообще қатты шатастыр жіберейін ба? Көрейік. Print дейік та. Так, A дейік. Қосу дейік. STR дейік та. P дейік. Вот осы кезде не болмақ? 5 сонда строкаға айналып кетеді. Сонымен
Дұрыс айттың, 5 строкаға айналып кетеді. STR жолға айналдырады оны мәтінге. Сонда не болмақ? 5 жол ма? A5 болады. Себебі мынау STR B деген оны мынандай мәнге айналдырып жібереді. Сонымен A5 шығады қайттан. STR бұны жолға айналдырып жібереді. Ал егер мен print тағы да вообще бастарында ұрып жүрейін ба? A қосу тырнақша B десем не болады? Бұның өзі болады да А көбейтілген Б болмай ма? A, B болады, мынандай болады. Көрініп тұр ма? Иә, дәл осы. Иә. Ойларың ашыды ма, или түсіндік па? Түсіндік ағай, тағы бір көрсетіңізші. Ол түсінікті. Жақша болса, тырнақша болса, ішіндегі Б өзгермейді, ал тырнақша болмаса өзгереді аға, иә. Шаршамайым, кеттік. Не болмақ сонда? AB4. 4-ті қайдан шығарып алдың? Тырнақша екен ол. AB ма ағай? Жол AB ма? А5 болады, жоқ. A болады, 5 болады. A кішкентай болды, не үшін кім айтады? Сыртында тырнақшасы бар емес пе? Иә, ол кезде уже ол айнымалы ретінде қаралмайды. Бұл өзі A деген әріп ретінде қарастырылады, кішкентай A ретінде. Ағай, 5-ті қайдан алдыңыз? STR 5 мына B 5-ке тең ғой. А оны біз ішіндегі мәтін ретінде, 5-тің өзін мәтін ретінде алып тұрық қой сонда біз. Сол себепті. Ағайна, print A плюс B дегеніңіз AB-ға тең болды. Қай жерде? Ең астында. Мына жерде ма? Иә. Ол кезде B-ның өзі тырнақшамен тұр әшейін. B деген мәтін алып тұр. Мәтін, болды. B-ның ішіндегі мәнін жолға айналдырып жіберіп тұр ғой. Көрдіңдер ме, әшейін осында екі айнымалының көмегімен мынанша принт мүмкін екен. Осынша принтті біз енді Python тақырыбын бастаған кезде бірінші болып осы жолдардың емес, жалпы деректердің типтерін ажыратамыз. Мұнан бәрін жаттап аламыз, қай жағдайда қалай болатындығын. Жолды санға айналдыру, санды жолға айналдыру деген секілді манипуляциялар жасаймыз, неше түрлі сиқыр жасаймыз. Сұрақ бар ма? Жоқ. Болса кеттік ары қарай. Мәссаған 15 килобит жылдамдықпен 5 секунд ішінде қандай ақпарат көлемін тасымалдауға болады? Формула қандай еді? 15-ті көбейтеміз 8-ге, шыққан мәнді 5-ге бөлеміз. Так, бізге не тап деп жатыр өзі? Килобайт, наурот айналдыратқанбыз. 1024-ке көбейтеміз битті. Не үшін? Не қыл жердің? Жоқ, тоқташы, формулаға қарап айтшы. Біз не табуымыз керек? Бізге керек көлем. Бізге тыныштық керек. Иә, ақпарат көлемі V керек бізге. Ол Q мен T-ның көбейтіндісінен шығады. Демек, мына килобитті қазір біз килобайтқа айналдырайық, себебі мына вариантта килобайт та бар екен. Так, 15 килобитті килобайтқа қалай айналдырамыз? 1024-ке көбейтеміз. 1024-ке не үшін көбейтеміз? Жоқ, 8-ге. Мегабит болып кетеді кезде. 8-ге көбейтсек, не үшін көбейтеміз? 8-ге көбейтпейміз ғой бұл жерде. Бит кіші ғой. Біз бөлуіміз керек. Сіз айттыңыз ғой, 1 кбайтта 8 кбит бар деп. 1 кбит, наоборот, килобайтта тең 8 килобит. Иә, дұрыс. Осылай айттым, осылай дұрыс. Енді көбейтпейміз ба? 8-ге. Килобиттен килобайтқа айналдыратын кезде ма? Бөлінетін шығармыз, может. 8-ді 8-ге бөлсең 1 шығады ғой. 1-ді 8-ге көбейтсең 8 шығады. Сол себептен де біз 15-ті бөлеміз 8-ге. Неше болады? Біз кішіден үлкенге айналдыратын кезде әрдайым бөлеміз. Неше болады? Сұрақ. 15-ті 8-ге бөлсек қанша? 1/100-ден 875.
Енді v-ны қалай табамыз? V тең 1,875 көбейтілген 5 па? иә, көбейтілген 5. Себебі бізде мына жерде t q көбейтілген t-ға тең. Q бізде 1/1000-ден В варианты ағай. микрофон өшірейінші. Кім ар жақта қыздар? Комментарий жазып қойсын. Жақсы. Қанша шықты? В. Ровно шықты ма? 9,375, иә. Иә. 1000-нан 375, иә. Өлшем бірлік? Килобайт. Килобайт. Мынау формула бойынша шығады екен. Осы формуланы жаттап алайық. Және үлкенінен кішісіне, кішіден үлкенге айналдыру кезіндегі амалдарды шатастырмаймыз. Ят болады. Так, ары қарай кеттік. Кестеде қызметкерлердің ең көп жалақысын шығару формуласы қандай? Қалай ойлайсыңдар? Айтып көрейікші. Макс. Газ. Бәрінде Макс қой. Кас. Мынау дұрыс емес жарайды, Мак. Қалай болады? Так, подсказка берейін ба? Подсказка. Д жауап деп ойлаймын, білмеймін. Негізі дұрыс. Қараңдар. Мына жерде бізде айлықтар D2-ден D5-ке дейін. Яғни осы аралық, иә? Аралық алатын кезде біз міндетті түрде бірінші функциядан бастайықшы. Функция жазатын кезде алдында тең белгісі болады. Макс деген функция максимумды табады. Және осындай обычный жақша қолданады. Мына фигурный жақшалар уже дұрыс емес. Мына жерде қос нүкте жоқ, уже дұрыс емес. Егер біз қос нүкте қоятын болсақ, ол аралыққа жауап береді. Яғни бұл жағдайда D2-ден D5-ке дейін барлық ұяшықтар алынады. Қос нүкте қойсақ. Ал үтір нүкте қойсақ, не болады, қалай ойлайсыңдар? Ал үтір нүкте қоятын болсақ, тек D2 мен D5-тің өзі ғана алынады. Түсіндік па? Иә. Оны жаттап алайық. Диапазонға бізде қос нүкте жауап береді, ол кезде нам бәрі алынады. Ал үтір нүкте қойылса, тек көрсетілген ұяшықтар ғана алынады. Жеңдік па? Кет, ары қарай кері байланыс берейікші. Қалғандарымыз отырмыз бос жерде. Біліп отырайық, кім бар, кім жоқ. Иә. Жаңа біреу қыздармен әңгіме айтып отыр еді. Ха-ха-ха деп, иә. Адам екен. Қызық болып кеткен жоқ па әңгіме? Так, Unicode кодтауда әр таңбаға 2 байт бөлінеді екен. Осы кодтаудағы 26 таңбадан тұратын сөздің ақпараттық көлемін анықтаңыз дейді. Жаңғыр негізі бар, бірақ бүгін емес, бүгін біз толықтай нұсқа талдаймыз. Негізі квиздағы нұсқалар тоже бар. Қазай өзің шығап қойшы. Төрт жүз он алты ватт. Негізінес қосына 16 битке. Так, 26 таңбадан тұрады, яғни К тең 26. Бізге не табу керек? Болды, 416 ватт. Так, значит, 26-ны 2-ге көбейтеміз 52, 52-ні көбейтеміз 8-ге. Битке айналдыру үшін. Бірінші көбейте алмаймыз ба мына жерде? Жоғын, бұлай негізінде айтып отқам о, логика қасап. 26-ны біз көбейтуіміз керек 16-ға. Қанша шығады? 416 шығу тиіс. 416 өлшем бірлік. Бит. Болды ғой, жеңдік қой. 16-ны қайдан шығарып алдық, кім айтады? Сол 16-ны қайдан шығарып алдыңыз ай? 2 байт. 2 битті, болды түсіндім ай. 2 байт Екі байтты деген ол битке 16 айналдырды. бит. Негізі түсінікті жазу керек еді.
Ага неге сразу 2 байт бөлінгеннен кейін 26-ны сразу 2-ге көбейтіп 8-ге бөлісе айтамыз? Біз бірінші айналдырып аламыз ғой мынаны. Жақсы. Байтты битке келтіріп алуымыз керек. Себебі Хартлида әрдайым біз битпен Дода мен сағат болады жігін. есептейміз. Міне бит. Мынау кім тақ? Чулама сабақ өтіп отыр. Қайда келдің айналайын? Көкек. Қайттан сөйлес. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Кімді шығарып жіберу керек? Көрсетесіңдер атын. Атын айтып жіберіңдерші. Бересің? Ой, шығып кетті қап. Заңғар екен, Заңгардың заңғар. походу телефоны біреуде, ой сондай емес еді ғой. Дау сондай емес қой Не заңгар. деген жауап кершіліксіз. Жауапкершіліксіздік сөз таппай қалдым ғой құрсын. Так. Кеттік ары қарай өзіміз тыныш. Жаңа кім сөйлеген солсыз. Жалғастырайық. Ақпаратты өңдеуге арналған компьютер құрылғысын көрсетіңіз. Сыртқы жады. Сыртқы жады. Осы ма? Ай, қой қандай сыртқы жады. Ақпаратты өңдейтін құрылғы. Процессор ғой. Процессор, иә, дұрыс айтасыңдар. Так, кеттік әрмен қарай. Мына есепті қалай шығарамыз сонда? Мәссаған. Так, қай топтан заңғар? Ағай, телефон біреу алып кетіп қалды, сосын сондай болды. Енді алдым да. Кешіресіздер. Қайттан кірдің ба? Еге болмайсың ба телефоның? Кетіп баратқанбыз, ұстап алып та қолымнан жұлып алып кетіп қалды, жүгіріп. Көшеде оқымасай, сол үшін үйге барып оқысай. Қауіпсіз жерде. Так, мына жерде қалай шығарамыз? Бір жерден қайтып бара жатырмыз. Үлкен Q тең кішкентай Q көбейтілген уақыт. Сосын оны түрлендіреміз уақыт Үлкен тауыш. Q кішкентай Q не? Тасымалдау. В тең Q көбейтілген Т емес па? Қай жерде үлкен Q кішкентай Q? Мұғалімде конспектте солай жазып тұр. Оның тасымалдау уақыт тауышының кішкентай Q бар. Ол өткізу жылдамдығының қабілеті. Үлкен Q кішкентай Q деген жоқ ау. Қай кітаптан жаздың конспектті? Мен бердім ба конспектті? Жоқ, мұғалім, сайттан жаздым, сайттан. Сайттан Educate жазба. сайтынан. Ешқашан сайттан жазба. Educate'дің сайтынан жазып дейсің. Жоқ, мұғалім, Educate'дің сабақтарынан конспект жаздым. Бәт деген ай. Кәдімгідей. Боп тұрады ондайда қателескен шығарсың. Міне. Формулада айтады. В тең Q көбейтілген Т дейді. Қара, жіберілетін ақпарат көлемі. Көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. В тең Q көбейтілген Т. Бұл жердегі В ақпараттың көлемі. Мұндағы Q каналдың өткізу қабілеті. Т тасымалдау уақыты. Енді ана Q-ді үлкен Міне ол кішкентай Q формулада тұр. Сонда үлкен Q-ді жай үлкен Q-ді жай В деп алған. Ол значит басқа баспа, білмеймін ғой. Значит басқа Ол баспа. тура сол формула. Бірақ үлкен Q жоқ бізде В бар. В көлем, ақпараттың көлемі. Ештеңе болмайды, иә, басқа әріптермен алға салған шығар. В тең Q көбейтілген Т. Анау кәдімгі мектеп бағдарламасындағы Арман ПВ баспасы. Жақсы, ендеше бұл жерде В бізде 200 килобайтқа тең дейді. Так, мынау не? Қалай белгілейміз? Q ма? Бұл Q, я, үлкен жаз, кішкентай жаз. Разница жоқ. 25.000 бит дейді секундына. Так, екеуін бір өлшем бірлікке келтіріп алайық. Екеуін де байтқа келтірейікші, қалай болады? Так, 200-ді бөлеміз 8-ге. Не үшін 8-ге бөлеміз оны? Байтқа айналдырмаймыз да. 1 байт тең 8 битке болса, мысалы, е? Алдына кило дегенді қоясыз. Мынадан, қазір біз қайсысында тұр ғой өзі? Байтта тұр ғой, е? Килобайтта. Байттан 8-ді қалай алдық біз? 8-ге бөлдік па не? 1-ді 8-ге бөлсе 8 ба? Жоқ. Значит, 8-ге көбейткен жоқпыз ба? Үлкеннен кішіге көбейтеміз. Кішіден үлкенге бөлеміз. Так, мына жерде қанша болады 208-ге? Жылдам есептейтіндер бар ма? 1600 ба? 1600 болады.
жүз килобит жок бүйтейік Кило емес, байт, байт. жоқтаңдар біз оны не үшін килобитке айналдырып жатырық біз бұны байтқа айналдыра салмаймыз ба әшейін ол үшін не істеу керек килобайттан килобитке емес просто байтқа қалай айналдырамыз 1024-ке көбейте салмайсыңдар. 1024-ке өйтпейміз ба Өздеріңіз ағай. неге өйттік біз 204 1800 болмай ма мысалға байт Әйше. болмай ма мына жерде енді биттен байтқа айналдыру керек ол кезде қалай болады 25-ін бөлеміз 8-ге. Өздеріңіз ағай. дұрыс ол бірінші рет ровно дұрыс айттың 3125 бөлу деген амалды өте дұрыс айттың байт екеуі де байтқа келді енді формула бойынша табайық не табу керек еді өзі ұмытып қалдық қой т табу керек т неге тең Т белгісіз ғой. дұрыс қой енді формуласы бар ғой в бөлінген q деген формула бар в деген 204.800-ді бөлеміз 3125-ке. тең не ма дұрыс па Дұрыс. жеңдік па 65 ағай. Дұрыс. 65,5 жуықтап алған кезде ар жағында 36 дегені бар ғой бұны алмапты так жеңдік болды міне керемет жеңістің дәмін сездік па нормально екен так электрондық Что-то әрең жеңіп жатырық қой. оңай болмай жатыр енді оңай келген жеңістің кішкене несі дәмі болмайды ғой негізі қиналу керек қой электрондық кестеде формула қандай белгімен басталады таласпай айтайық мен айтамын тең белгісімен бағана ғана жаздық себебі тең бағана айттым тең белгісімен басталады деп жақсы жеңдік мына долларды айтыңдаршы доллар эксельде қолданыла ма Абсолют. абсолютті сілтеме үшін қолданылады жарайсың заңғар айттым сұмдық екен заңғар программаның нәтижесі True ма? мынау не белгі еді жаңа Жоқ, Жоқ ағай. жоқ. Ол тең емес, False. тең емес деген белгі. деген сөз ағай. бір бірге тең емес Ол деген сонда false болады, мұғалім. False. False. бұл жалған жалған ақпарат сұмдық ай кеттік жаңа true деген сияқты жалған ақпарат бұл кеттік ары қарай Python тілінде негізгі программада процедураға меншіктелетін мән бұны енді әлі өте қойған жоқпыз білмейтін шығармыз айта салайын ба или біреу біле ма білетін болсақ айтайық Жергілікті емес па ағай? Параметр ма? Параметр. негізі параметр бірақ Айттың ғой. жоқ негізі параметр бірақ қараңдар мысалы оны ұзақ түсіндіріп көрейінші def деген бір функция ашайықшы q деген функция ашқым келіп кетті да мысалы оған бір a деген параметр бердім системда так print a деймін мысалы неғып жібердім мен неге сөйтем мен print a деген әшейін ненің ішінде тұрсын процедураның ішінде негізгі команданың өзінде программаның өзінде b тең допустим 6 десін одан кейін мына процедураны шақыру үшін мен q деймін де жақшаның ішіне b деймін осының негізгі программада процедураға меншіктелетін мән ол b меншіктеліп тұр негізгі программада меншіктеліп тұр мына жерде ол параметр деп аталады негізі бірақ біз мына жерде негізгі программада b-ны меншіктедік ол бізде ауқымды айнымалы ал a айнымалысы процедураның ішінде қолданғандықтан ол жергілікті айнымалы түсіндік пе бірақ негізі мынау параметр болып саналады бірақ меншіктелетін негізгі программаның ішінде меншіктелетін мәнді біз ауқымды айнымалы деп атаймыз сұрақ бар ма Жоқ. ешкім жеңілген жоқ бәріміз жеңдік Раванбет айтқан жаңа параметр Айттым ғой деп қуанып кетті ғойшы. бірақ дұрыс айтты негізі параметр ғой мына жерде параметр меншіктейміз бірақ мына жерде просто меншіктелетін мәннің не екендігін сұрап тұр ғой ол ауқымды айнымалы ол да қателескен жоқ так сум a1 қос нүкте a1 формуласы функция қандай қызмет атқарады дейді мынау қандай қызмет атқарады білеміз ба Макс минға қатысы жоқ па бұның? сол сияқты функция сум деген ол қосындыны табады
Яғни қос нүкте арқылы берілсе, значит осы аралықтағы сандардың қосындысын табады. Яғни осы Ағай, А варианты А1 және Е1 диапазонында орналасқан сандардың мәндерінің қосындысы. жақсы. Онда встречный сұрақ. Не үшін Д дұрыс емес? Және қандай жағдайда Д дұрыс болатын еді? Қазір ойланып алайын. Ағай, мәндерді сұрап тұр ғой. Д-да. Мәндерді сұрап тұр, дұрыс айтасың. Не үшін дұрыс емес? Уақыт кетті, давай ойлануға. Чық. Уақыт бітті. Қандай, не үшін дұрыс емес? Ағай, бұл мәндердің қосындысын сұрап тұр, ал А-да сандардың мәндерінің қосындысын сұрап тұр ғой. Ну, в целом, екеуі де бір. Қараңдаршы, чтобы Д дұрыс болу үшін, бізде былай жазылу керек еді. Сум Үтір нүкте ма? үтір нүкте Е1. Осы екеуінің ғана қосындысы дейтін ау. Бізде диапазонның аралықтағы орналасқандардың қосындысы қос нүктемен жазылып тұр. Егер үтір нүкте болғанда, бізде Д дұрыс болар еді. Оны да білгеніміз жөн. Оны да білгеніміз абзал. Так, кеттік ары қарай. Электрондық кестеде А1, С4 ұяшықтар ауқымы көрсеткен. Бұл ауқымда қанша ұяшықтан тұрады? Сендер айтып үлгеріңдер, мен суретін салып үлгерейін. Көретін сияқтым ғой, что-то ешкім таласып отқан жоқ. 12 ма ағай? Дұрыс, қайдан таптың? Апам шелпек пісірді. Жақсы пісіреді екен. Так, қараңдар. Бұл жерде, міне, бастапқы нүкте А1 мына жері. Одан кейін Сосын С4 В2 ма? мына жерге, жоқ, С4-ке дейін деп тұр ғой. Болды ағай, түсіндім, осының аралығында. Сонда мына жердегі ұяшықтардың бәрі кіреді. Бұл жерде бізде 12 ұяшық бар. Бастапқы және Болды, соңғы түсіндім. нүкте диагоналі бойынша мынаның бәрі кіреді. Жеңдік па? Жеңдік ағай. Алдағы уақытта таба аламыз ба? Осыған ұқсас сұрақ келетін болса. Қалғандарымыз Таба бір аламыз байланыс ба? берейікші. Неге бір ақ адам сөйлеп отыр, мысалы? Неге үш ақ адам сөйлеп отыр? Қалғандарымыз. Арасында микрофонымызды қосып қойық, сообщение жазып қойық. Барлығын қарап отырмын. Кеттік әрмен қарай. Коммутатордың концентратордан айырмашылығы. Біз бұл тақырыпқа жете қоймадық ау деймін әлі. Әлде жеттік пе? Жеттік ау. Өттік ау ағай бұны. Жеттік ау. Біз уже қазір, по-моему, DNS-теміз, е? DNS-ті кеше өттік қой. Онда өткен жоқпыз. Дәлше өтеміз. Желінің компоненттері тақырыбы болады бізде. Сол кезде өтеміз. Коммутатор Емес па ағай? Апам шелпек пісірді ағай, В дей салайық. Б болады, я. Не апам точно Вот, пісірді екен. Дерек көздердің мак мекенжайларын болу. Концентратор ең қарапайымы, ал коммутатор жіберуші мен адресаттың мак мекенжайларын жаттай алады. Концентратор жалпы ортақ желі құрса, коммутатор әр құрылғыға адрес беріп, ақпаратты тікелей адресатқа жіберу мүмкіндігін береді. Жақсы, кеттік. Так, X санының көрсетілген мәндерінің қайсысында? Мәнін қара, жазылмапты. Қайсысы үшін өрнегі ақиқат? 2. Не себептен? 2 бірден үлкен, 3-тен кіші емес па? Сол кезде ақиқат болады. Себебі, мына жерде бізде қандай белгі тұр? Көбейту. Бұл ақиқат болу үшін екеуі де ақиқат болу керек. Я? 2-ні қойсақ ақиқат, ақиқат, көбейтсек ақиқат шығады. Жеңіс па? Жоқ, кетіңіз, түсінбей қалдым мен. Так, X-тің орнына 2-ні қойшы қара. 2 үлкен 1-ден. 2 үлкен болмай 2 қалады. кіші 3-тен. Неге үлкен болмай қалады? Үлкен ғой. Болды, түсіндім ағай. Ақиқат, мына жерде кіші ол ақиқат. Болды, түсіндім мен. Болды, екеуін көбейтесің ақиқат. Жеңдік. Жеңдік болды. Сұмдық па? Ойқы ғой. Сиқыр ма? Python'да A-ның мәні B-дан немесе S-дан кіші екенін қай шарт тексереді? Мәссаған, мынаны точно таппаймыз ғой. Қайта береміз ойдың. Жоқ, табамыз кәз. Алады ағай. Өтірік айта салу жоқ. Так, қарандаршы, немесе деген амал қай амал еді негізі? Және немесе сөзі қалай аударылады? Ор ғой ағай, ор. Біреуге ор қазба Жоқ, деген. ор ағай, ор. End точно дұрыс болмайды ғой. Ең дұрыс емесін айттым ғой.
Біреуге ор қазба дейді, өзің сөзің дейді. Сонымен А-ның мәні Б-дан немесе С-дан кіші. Ау, С болады ағай. В Ой, С деппін ғой. С деппін ау. А-ның мәні не? А дейді сонда. Кіші В ағай, В. С-дан немесе А кіші Б-дан. В. Б болады ғой. Ағай, боқтан оңай ағай. Сыл машин оңай деп айта бер. Оңай. Сәл болманда шаржер іздедім ғой, сәл қалдым. Уже атын іздеп жатыр. Так, кеттік. Инструменталдық программа түрі. Басқаша қалай аталады инструменталдық? Макус. Аспаптық деп аталады. Бұл тақырыпты өткенбіз. Есімізге түсірейікші. Өзі үш түріге бөлінетін ПЖ. Жауап беру керек. Қалғандарымыз қатысайық. ПЖ өзі жүйелік. Мен өткен жоқ ма? Бәріміз өттік. Қолданбалы. Және инструменталдық болып бөлінетін. ПЖ деп. Python ба? Python. Иә, дұрыс айтасыңдар. Не себепті? Себебі Python бағдарламалау тіліне жатады. Бұл 9 сыныптың тақырыбы. Аспаптық немесе инструменталдыққа бағдарламалау тілдері жатады. Python, C++, Pascal, Delphi, Visual Basic бағдарламалау тілдері. Басқаша сөзбен инструменталдыққа программа жасайтын программа жатады. Қолданбалыға қолданушы өз жазатын немесе мәселені, белгілі бір мәселені шешуге арналған программалар, ал жүйелік алдын ала орнатылған программалар, сервистік программалар, қызмет көрсетуге арналған программалар. Сол себептен де Python дұрыс. Сұрақ бар ма? Жоқ. 23-ші сұраққа кеп тоқтадық. Жоқ. Мына осымен бітті. Қалған сұрақтарды біз көрмейміз, өкінішке орай. Так, жалпылама сұрақ бар ма? Айна нұсқа талдау деген бір ұбт-ның бір какой-то бір нұсқасы ма? Иә, ұбт нұсқасы. Оңай болып тұрды андай. Енді бәрі қиын бола Андай ішінде теориялық па кішкене. қатарынан алғаным ғой. Бұл еду тесттегі вариант. Платный нұсқаларды біз тауыстық. Тест центрдің нұсқалары бітті. Бұл еду тесттің нұсқалары. 20 нұсқа бар, әлі жетеді. Басқа сұрақ бар ма? Жоқ. Жақсы. Ендеше егер сұрақ болмайтын болса, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.